Мен әрдайым айтам, анаңа жақсылықты аяма. Өзі үш затты дейді, бақытсыздық айналып өтіп кетеді дейді. Мына үшеуіне ешқашан бақытсыздық жоламайды дейді. Үшеуін істеген адам міндетті түрде бақытты болады дейді. Біреусі Құран оқыған адам дейді. Аллах тағала Құран кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр: "Ма анзална алейкал Құр'ана литашқа". Ей Мұхаммед, саған Құранды тек қана бақытты қылу үшін ғана түсірдік деді. Қараңыз, Құранды ашып оқи алсаңыз, ең бақытты адамсыз. Алланың кәламын оқып отырған. Міне осыдан айналып кетеді дейді біреу дейді. Екіншісі кім? Екіншісі Иса алейхиссалам айтады: "Мен анама жақсылық қылуменен мен тек қана бақытты болдым" дейді. Қараңыз, Иса пайғамбар, әкесіз туылған Иса пайғамбар, "Мен анама жақсылық қылуменен тек қана бақытты болдым" деді. Сен әкеңе, анаңа жақсылық қыла бер, ешқашан бақытсыз болмайсың сен. Санақтаны ана балаңна ақ бермейді, мынауына ақ бермейді деп айтпа. Сен өзіңнің мойныңдағы міндетіңнен құтыл. Тіпті ата-анаң зинақор болса да сенің міндетің оған қызметің. Зинақорлығына Құдайдың алдында өз жауап береді. Құдай менен өзінің ортасындағы әңгіме ол. Қараңыз, Иса айтып жатыр: "Мен шешеме жақсылық қылуменен ешқашан бақытсыз болған жоқпын" дейді. Одан кейін Закария алейхиссалам айтады: "Уалам акум бидуаика робби шақия". Ей Раббым, саған дұға қылуменен ешқашан бақытсыз болған жоқпын деді. Мына дүниеде дұға қыла берейік. Дұғамыз қабыл болсын болмасын, мына дүниеден Құдай тағала сізді бақытсыз қылып өтпейді екен. Айтады ғой, дұғам қабыл болмады деп ренжіме дейді. Сен өмір бойы жылап, еңіреп, біреу сұрап ала алмай жүрген нәрсесін Құдай тағала саған беріп қойды ғой, өткен басқа жағынан дейді. Біреу өзінің баласы жоқ, мойнынан иіскеп рахаттана алмайды сен сияқты. Бірақ сен яқты басқа бір джип сұрап отырсың: "Ей Аллахым, маған джип бер. Бірақ оны Құдай бермеді". Құдайға несін өкпелейсің? Біреудің баға жетпес байлығы сенің үйіңде көз алдында жүгіріп жүр. Арызығың кең болуы мүмкін, басқа нәрсе мүмкін, Құдай тағала басқа жағынан беріп қойған болуы мүмкін саған. Қараңыз. Сонда осы үш нәрсе: біреуі Құран оқыған адам, екіншісі ата-анасына жақсылық қылған адам, үшінші кім? Дұға қылып жүрген адам ешқашан бақытсыз болмайды екен. Осыны айтып olsam, бір шәкірт айтады, неге демалысқа барып келген: "Ұстаз, осы амалды мен бір орында істеуді үйрендім" дейді. Қалай десе, мен Құран оқи аламын ғой дейді. Құран оқып отырамын үйде дейді. Сосын Құран оқып біткеннен кейін дұға қыламын дейді. Ана Аллах тағала Құран кәрімде айтады ғой: "Сендер Алланың кәламы Құран оқылса, тыңдаңдар, Алланың мейіріміне бөленесіңдер" дейді. Біз ана намаздан кейін дұға қылатын кезде Құран оқып бар дұға қылу, сол әшейін дұға қыла салғаннан гөрі Алланың мейіріміне бөленіп тұрған дұға, ол қабыл болушырақ әшейін дұға қылғаннан гөрі. Сонда жаңағы шәкіртіміз айтып жатыр: "Мен үйде осы үшеуін бір орында істеймін" дейді. Құран оқып болам, одан кейін Құдай тағалаға дұға қылам, сөйтіп тұрамда барып анамның аяғын уқалап берем, әкемнің арқасын уқалап берем, сөйтіп сол жерде олардың батасын алам дейді. Қараңыз. Ата-анасы барлардың басында алтын тәжі болады, оны тек қана ата-анасы жоқтар ғана көре алады дейді. Қараңыз. Уысымыздан шығып кеткен кезде қабат деген ай, мынандай істейтін ек қой, қабат деген ай, мынандай істейтінен сан соғып қаламыз. Қараңыз. Сондықтан қараңыз, Құран кәрімде Аллах тағала оларға қалай мәміле жасайтындығымызды айтып жатыр. "Фәлә тақул лахумма уффин ва ла танхархума ва қулу қаулан карима. Ва қул лахумма қаулан карима". Оларға уф демегін дейді. Қараңыз. Ана әкеңе қарап сөйлесең, шешеңе қарап сөйлесең, уфтың өзіне күнә аласың сен. Анаңа бірдеме деп уф дедің ба, ол күнә алсаң, ал сөйлей бастасаң, ол уфтен де жоғары, онда сен батпандай күнәнің астына батасын, Алла сақтасын. Сонда бұл жерде не нәрсені шығарып аламыз? Сен бауырыңа қарап отқан кезде аузыңда фильтр болмай ақ қойсын. Анаған қараған кезде, класстасыңа қарағанда фильтр болмай ақ қойсын. Әрине жақсы сөз сөйлесең жақсы. Бірақ әкеңе қарағанда, шешеңе қараған кезде тек қана жақсы сөздерді ғана сөзіп шығатын аузыңда фильтр болу керек екен. Қараңыз. Ана жаным, әке жаным, осындай пайғамбарлар сияқты әкесіне қандай мәміле жасады, я? Ана нені Ибрахим пайғамбарды айтады ғой жаңағы. Әкесі пұтпараз болған, қолымен пұт жасап сататын болған. Сонда дейді, өткенде бір жігіт айтып отыр: қазір намаз оқи салып, әкесіне, шешесіне қарсы шығатын жігіттер пайда болды. Әкесі арақ әкеп кел десе, арақ әкеп бермейтін намазхан жігіттер пайда болды дейді. Ибрахим пайғамбар қандай болды дейді. Әкесі пұтпараз мушрик болса да, баласына пұт сатып кел десе, баласы бар пұтты сатып келетін еді дейді.
Сосын мына сөзді естігеннен кейін мен біртүрлі болып қалдым енді. Аллах тағала Құран кәрімде тауану алал бирри ват тақуа ва ла тауану алал исми вал удван. Тақуалыққа, жақсылыққа жәрдем бер, күнәлі іске, дұшпандыққа жәрдем берме дейді. Құранда айтады Алла тағала. Бұл қалай ол? Ибрахим пайғамбар барып пұт сатып келеді. Сөйтіп осыны тексерсем, ол дұрыс айтып жатқан екен, бәс дұрыс айтып жатқан жоқ екен, басқа мәтін бар екен. Ибрахим пайғамбар әкесі пұтпараз, пұтты жасап әкеледі дегенде бала шағасына айтады, мә, пұтты сатып келіңдер. Сонда Ибрахим қасарысып отырмайды екен. 2-3 пұт ала дегенде көшеге шығады екен. Ей халайық, мына менің қолымдағы Құдай емес, бұл әшейін қара тас. Сендер дұға қылсаңдар, бұл естімейді. Сендер бұған құлшылық қылып сәжде қылсаңдар, бұл сендерді көрмейді. Бұл пайдада зиян да бере алмайды. Бұл Құдай емес. Осындай тасты қандай ақымақ алады десе, адамдар ештеңе андай реклама жасап тұрғаннан кім алады оны? Ешкім алмайды. Бауырлар сатып келсе, Ибрахим пайғамбар әкесіне келеді, мына өтпеді деп береді екен. Сыртқы көрінісінде әкесімен қасарысу жоқ, әкесіне бойысу бар, астында өзінің тауқидын, өзінің ақидасын тарқатып жүр, қараңыз. Өзінің ақидасын тарқатып жүр. Сонда Ибрахим пайғамбар бола тұра, Құранда сөздерін көрсең, ана Ибрахим пайғамбар, я әбәти лима та'буду шайтан. Ей әкетайым деп сөйлеген да, не үшін шайтанға құлшылық қыласыз деген. Әке демеген, ей оңбаған мүшрик демеген Ибрахим пайғамбар. Ей әкетайым деген ғой. Мүшрик әкесіне әкетайым деген. Қайсымыз әкетайым деп айта аламыз күніне? Күніне айтсаң да ол аздық етеді. Ана жаным деп қайсымыз айта аламыз? Ей мам, ей пап. Ертең сол папың кетіп қалған кезде сан соғып қаласың. Костюмін ескейсің, шәлісін ескейсің анаңның. Оның барлығы бір тиын болады Алланың құзырында. Қараңыз. Сонда Абдығаппар ұстазымыз айтады, бір күні ұстазыма телефон салып, апта сайын хабарласып тұратын Өзбекстанға дейді. Ол кезде домашний телефон шалып, ұстаз қалыңыз қалай дедім. Әрдайым альхамдулилля, Аллаға шүкір деп жүретін ұстазым бірден жағдайым өте нашар деп айтты дейді. Сосын бір жамандықтың болған сезін, ұстаз не болып қалды дедім, жәннатымның екі есігі ашық еді, біреуі жабылып қалды деп айтты дейді. Не болып қалды? Әкем дүниеден өтіп кетті деп айтты дейді. Сенің әкең тірі ма, шешең тірі ма, жәннаттың екі есігі айқара ашық, соларға жақсылық жасап, жәннатыңа қор жинап ал деп айтты дейді. Қараңыз. Жәннатыңа қор жинап ал деп айтты дейді. Енді қараңыз, бағана әйел адамдарға қайтып келейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір жас жігіт келеді, бойында күш тасып тұрған. Алланың елшісі, маған жихадқа рұқсат беріңіз дейді. Мен де шығып соғысып, шейіт болайын дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сенің арманың жәннат па дейді. Жәннатқа кіру. Халлака мин сенің анаң бар ма дейді. Наам, бар. Фахдимха фа иннал джанната тахта риджлайха. Ендесе сол анаңа барып қызмет қыл, жәннатты іздесең анаңның аяғының астында деді. Әкең бар ма деп сұраған жоқ. Анаң бар ма деп сұрады. Сонда жәннатты аналардың аяғының астына беріп қойған екен ғой, әкелердің емес. Алла тағала қараңыз. Исламда жәннат аналардың аяғының астында. Демек аналар қадірлі емес па? Әкелердің аяғының астында емес, аналардың аяғының астында. Ол ананың аяғының астында деген тікелей түсінік емес. Сол ата-анаңа жақсылық қыл, сол кезде сен жәннатқа кіресің. Бағана жетімнің басын сипа деген сияқты. Қызмет ол жердегі ата-анаңа. Сондықтан да көп шәкірттеріміз айтып жатады, ұстаз әкеміз мынандай қылып жатыр, шешеміз мынандай қылып жатыр, оларға не істеймін? Ата-анаға тілмен уағыз айтылынбайды, ата-анаға іс-қимылмен уағыз айтылынады. Құран кәрімде Аллах тағала айтады ғой, я аyyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ей иман келтірген пенделер, өздерің істемеген нәрсені істе деп не үшін айтасыңдар дейді. Біздің сөзіміздің өтпей қалатындығы сол екен. Өзіміз істемеген нәрсені істе деп айтады екенбіз. Пайғамбардың бір іс-қимылынан мүшрик исламды қабылдаған. Пайғамбардың бір сөзінен мүшрик исламды қабылдаған. Өйткені пайғамбар, өткенде айттық қой, Құба мешітін салған кезде ең ауыр тастарды пайғамбар өзі көтеріп апарып қойған. Қараңыз. Сахабалар, Алланың елшісі қоя бер, жоқ. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі өнеге болып жүрген.